телефонда не бар екен, а? Телефондарды жинаймыз, кеттік, тез мектепке барамыз. Болыңдар, тез, қане. Мен де барам. Сен қайда? Қайдасыңыз? Салонға? Таңғы сағат 8-де ма? Әйелдер сұлулық үшін бәріне дайын екенін білмейсің ба? Кеттік, шығамыз. Жүріңдер. Сіздің қызыңызда буындардың барлық элементтерінің қабынуы ревматологиялық артрит диагнозы қойылды. Ол сонда қандай ауру? Түсінесіз ба, рентген снимкқа және де анализға КТ МРТ қорытындысына байланысты осы диагноз қойылып отыр. Ертеректе әрекет жасамасаңыздар, қызыңыз мүгедек болып қалуы мүмкін. Не айтып тұрсыз? Кешірерсіз, тезірек сауығыңыздар. Дәрігер қайдағы мүгедек? Айым, неге көңіл күйің жоқ? Дананы алып көңіл күйің түсіп кетті ма? Жалко, қазір мамамыз қасымызда жоқ. Егер болғанда, мен оған көмектесетін едім. Айым, қазір уайымдама сен. Мамаммен қазір сөйлесеміз, бәрін мамаға айтып беретін боламыз ғой. Ну, потом, ешнәрсе өзгермейді ғой, мама алыста болып қала береді. Айым, мама қазір бәрін тастап бізге келе алмайды. Ол біз үшін жұмыс істеп жатыр ғой. Ал біз ше, Жыламашы. егер де мен атақты адам болып, атақты актриса, атақты әнші болсам, кім менің жетістіктерімді көруге келеді? Бәріміз келеміз. Айым, мама ол кезде обязательно келеді, сенің бүкіл жетістіктеріңді көретін болады. Жүре ма? Сен только жыламашы. Жанымсың. Жыламашы. Үйде балалар бар. Балаларың бар ма? Ай, сестрам балалары. Мен затты алып келейінші магазиннен. Қазір келем. Я бар, Кетші. Ей, анжеге отырып демалып отыр, мен қазір келем, хорошо? Өте тұр. Сіз кімсіз? Әдемі, Милашка келсін. Тартыңыз қолыңыз. Кімсіз вообще? Біз неде не істеп жүрсің, мен қазір полиция шақырамын. Полиция дейсің бе? Жаным ал қайдағы полиция? Тәтем қайда? Жұлдыз, сен әлі ұйықтамағансың ба? Жоқ, ұйықтамай қойсын. Келсін, отырайық, демалайық. Бізбен бірге отырасың ба әлде? Дәл қазір мына адамдар үйден кетсін. Айналайын, сен менің үйімде тұрып атқан білесің ба? Сен кімсің кет дейтіндей? Не отыр? Мен достарыма кет деуге не имеете право? Не қарайсың ма? А? Қазір айын боятады ғой. Ачына сүйін үйін емес па не? Менің үйім. Енді? Оянса, ұйықтайды қайттан. В чем проблема? А? Племяшкаң сұлу екен. Әдемі қыз. Қайдағы сұлу, тәрбиесіз. Айтқанын тыңдамайды бір. Не қарайсың маған? Сол керек. Жүріңдер кеттік. Ай, молодец, досым. Бол, айым тұр демей саған. Қайда барамыз ішінде? Білмеймін, тұршы, бош, айым тұршы, пожалуйста. Бош, кеш тұршы. Болып кетуіміз керек айым. Жүр деймін мен саған, айым кеттік. Жүр.
Жұлдыз, енді қайда барамызсың ғой? Білмеймін. Мен жаурадым, үйге қайтайықшы. Біз бара алмаймыз ол үйге, айым. Неге? Неге қайта алмаймыз? Себебі ол біздің үй емес. Бізде үй жоқ, ешкім жоқ, досымыз да. Ол жақта бізді ешкім күтпейді. Айсұлу тәте вообще бізді күтпейді. Оған бәрібір бізге, знаешь, біз оған керек емеспіз, біз ешкімге керек емеспіз. Анамыз да алыста, біз оған көмектесе алмайды бізге. Түсінесің бе? Түн жарымда мазалағаным үшін кешірім сұраймын. Уайымдама, бәрі жақсы. Қысылмаңдар. Бұдан басқа баратын жерлеріңде жоқ қой. Мамаң қайда? Анашым командировкада. Анамнан сендер де осында қалсын деп сұрайын ба? Жоға, керек емес. Мен ертең азанда анама хабарласып, бәрін айтып беремін. Келсін деп айтамын. Біз барып жата берейік? Иә, әрине. Демала беріңдер. Мен барып дастархан жинай салайын. Ерсұлтан, Ау. рахмет саған. Оқасы жоқ, Жұлдыз, біз доспыз ғой енді. Кіріңіз. Тәте, сіз қайдан келдіңіз? Мен жаздым. Егер де мен жазбағанда, сіздер татуласпайтын едіңіздер. Онда сіздерді оңаша қалдырайын. Тоқта, мен де барам. Мен. Баста. Жоқ, сіз айта беріңіз. Баста енді айтатыныңды айт. Негізі сіздікі вообще дұрыс емес. Эгоистсіз. Эгоист? Сонда сендер мені ойламайсыңдар ма? Түсінбедім. Біреуің мені ойладыңдар ма? Айтшы маған. Мені ойламайсыңдар сендер. А мен неге сендерді ойлауым керек? Сенде не проблема екен білесің ба? Мамаң не, сен не, бәрібір как будто мен должен сияқты болып көрінемін сендерге. Туысқан болғасын ба, как будто я все должна, мен бәрін істеуім керек. Жоқ, олай емес. Я ничего не должна, түсінің ба? Мен өзімнің жеке өмірімді қалай сүремін сендермен? Мен тіпті сайтан алғыр. Осы жасап атқан қылықтарым үшін де, қателіктерім үшін де өзім жауап бере алатын халге жеткен адаммын мен. Еще маған эгоист деп қояды. Мен сізді түсінемін. Сізге бізге қарау қиын шығар. Бірақ мен сізге айтпаймын. Бізге бүкіл өміріңізді арнаңыз деп. Пожалуйста, бір кішкене бізге қараңызшы, өтініш. Сіз екі бала тұратын неге бөтен еркекті кіргіздіңіз? Ол маньяк болса ше, оны ойлаған жоқсыз ба? Если честно, мен ол туралы ойламаппын. Мен өз өмірімді өзім қалағандай қылып өмір сүргім келеді, түсінесің ба? Бұны здоровый эгоизм дейді. Мамаларың білген жоқ, әкелерің қайтыс болатыны, үйді сатып ала алмайтындарыңды, оның жағдайы төмендеп қиындап кететінін ол білген жоқ. Это не означает, что біз екеуміз ұрыса беруіміз керек. Кстати, кешірші, мен сен байқамай ұрыса бердім. Это было чисто случайно. Сіз де мені кешіріңіз, что мен сізді эгоистсің деп айтқаным үшін. Кел құшақта. Жон, бала. Кешірші. Кешір.
Сондықтан бұл теңдеудің шешімі жоқ. Я, Мардан? Ағай, сізді ұятқа қалдырғым келмейді. Сондықтан да жазғаныңызды тексеріп алуға 1 минуттай уақыт беремін. Бұл енді ережеден тыс жайт, сондықтан бұл теңдеудің шешімі жоқ, балалар. Я, Мардан? Ағай, тағы бір ұсынысым бар. Қандай? Жарайды, білген істеңізші. Айт енді. Жарайды онда. Сіз теңдеуде X мәнін қоймадыңыз. Мардан, маған әлгі Фрацепаногрипп? Иә, соны көш бар. Ағай, фрацепан деген не? Ой, өзім де білмеймін, бірақ сабақтың соңына дейін тауып келеді. Жалғастырамыз, балалар. Дананың қалай? Анасымен сөйлестім, бәрі жақсы дейді. Бірақ әлі мектепке келе алмайды екен. А давайте Данаға бар келек. Жоқ, айым бара алмаймыз. Неге? Емхана бізді кіргізбейтін шығар. Кіргізеді. Айым бізді емханаға кіргізеді, О, Ерсұлтан, не надо так? Жо, бізді кіргізеді ғой сұрасақ. Кеттік. Көмей достар бар, Сендерді көргеніме қуаныштымын. Рахмет келгендеріңе. Қалайсың? Жақсардың ба? Иә, жақсы болып қалдым. Но әлі де мектепке бара алмаймын. Неге бара алмайсың? Мамам айтады, ота керек дейді. Бірақ бізде оған ақша жоқ. Қанша ақша керек екен? Может, мен анам бере салама? Жоқ, Ерсұлтан, керек емес. Но мен сенің мектепке оралғаныңды қалаймын. Может, біз саған бірдеңе қылып көмектесерміз? Мені көрге осылай келіп тұрсаңдар ғой. Соның өзіне қуаныштымын. Дана. Айым. Біз Данаға міндетті түрде көмектесу керекпіз. Айым, өмірде шеше алмайтын проблемалар болып тұрады. Может, мектепте ақша жинап көрерміз? Айым, қойшы болды. По-любому мектепте біз ондай көп ақша жинай алмаймыз ғой. Көрейік та хотя бы. Иә, көрейік та. Ладно, пишите. Көреміз. Балам, саған осыны жетіспейді? В смысле? Мен қолымнан келген істеп жатырмын. Күн түн демеймін, жұмыс істеймін, сен асырайым. Ешкімнен кем емессің. Не ішем, не жеймін демейсің. Не керек тағы? Сіз маған жетіспейсіз, анашым. Қымбат киімнің не керегі бар маған? Мына үлкен үйдің не керегі бар маған, айтшы анашым. Маған тек сіздің көңіліңіз керек. Мен өзімді жалғыз сезінемін. Сен бұлай маған дауыс көтерме. Білесің бе, мұнандай өмірді басқа балалар армандайды. Ал сен болсаң, неблагодарный. Барыңды бағаламайсың тіпті. Мен басқа балдардың не армандайтынын білемін. Мысалы, мектепте Дана дейтін қыз бар. Ол ауырып жатыр. Оның үлкен үйі жоқ, қымбат киімі жоқ. Бірақ менен қарағанда, оны қолдайтын анасы мен достары бар. Кейде оған қарап, қатты қызғамын. Бірақ ол қазір ауырып отыр. Может, оған ақша түрде көмектесеміз, анашым? Жоқ, мен еш көмек бере алмаймын. Неге? Мама, бізде ақшамен проблема жоқ қой енді. Жоқ деген сөз сен түсінесің ба? Өзінің ата-анасы бар ғой, көмектессін. Мені бұл іске араластырушы болма. Алло? Ерсұлтан! Ерсұлтан деймін! Иә, алло, кешіріңіз. Кішкене кешіктіріп қойдым. Мен математикадан тест тапсырдым.
жарайсың жаным. Қалай тапсырдың? Бәрі жақсы. Бірақ қасымызда анамыз болғанда қуанатын еді. Айка, тілек тілесеңші, мүмкін анаң келіп қалады. Кім келуі мүмкін, таң атпай? Өзі қарап келем, отыра беріңдер. Дана қалай? Жақсы. Сабаққа әлі келмей жүр ме? Жоқ, әлі келмеді. Айка, сен сиқыршысың ау дейме? Мен ба? Қыздар сендерге сюрприз. Дайынсыңдар ма? 1, 2, 3.